Действительно, ақша табатын стратегиядан ақша тапқыларыңыз келсе, онда біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығыңыздар. Ары кетсе 2-ақ күн уақыттарыңыз алады. Біздің сабақтарды рет-ретімен қарап шығу үшін видеоның астында менің каналым тұр. Сол каналым үстінен бассаңыздар, плейлист деп шығады, немесе ойнату тізімдері деп тұрады. Соның үстінен басқаннан кейін сіздер сабақтарды рет-ретімен көріп шыға аласыздар. Егер де сіздерге қандай да бір нәрсе түсініксіз болса, кері байланыс қажет болып жатса, онда менің cryptoplus.ulaskan атты инстаграм парақшама тіркеліп алыңыз, және сол жақтан кері байланыс алсаңыздар болады. Сізге сәттілік, сабақты бастаңыз. Так, бұл сабақта біз фьючерсқа настройка жасайтын боламыз. Яғни бірінші фьючерс аккаунтты ашамыз. Қараңыздар, ол үшін міне главный бетте тұрған кезде осылайынан фьючерс деген бөлімді басамыз. Басқаннан кейін бізде кірген кезде осы жерде открыть фьючерс аккаунт деп тұрады міндетті түрде, немесе төбе жағында открыть деп тұрады. Открыть фьючерс аккаунт деп тұрады, дәл солай тұрады. Енді әркімнің телефонда әртүрлі көрсетеді, сондықтан да қай жерде открыть деп тұр, соны тауып алып, соның үстінен басасыздар. Басқаннан кейін сіздерде дәл осылайдан фьючерс кәдімгідей ашық тұрады. Біздің барлық істейтін жұмысымыз осы беттің ішінде. Яғни осы беттің ішінде отырып дұрыс схеманы қолданып, осы беттің ішінде ғана ақша табамыз. Бағанан бері жасағанымыздың барлығы әшейін басында бірінші жасалатын настройкалар, ашып қоятын дүниелер деген сияқты жалпы. Енді одан кейін біз настройка жасауымыз керек. Бірінші биткоин USDT міндетті түрде биткоин USDT бессрочный деп тұру керек, без сыр деп тұру керек. Одан кейін астында сіздер М деген кнопканы П-ға ауыстыруыңыз керек. М деген үстінен басасыздар. Басқан кезде сіздерде осындай шығады. Яғни режим мультиактива дегенді үстінен таңдайсыздар. Сіздер режим мультиактива деп тұрады, сіздер режим одного актива деген үстінен басасыздар міндетті түрде. Сол кезде сіздердің әріптеріңіз, міне қарасаңыздар, П-ға ауысады. П деп тұр, осыған ауысады. Одан кейін сіздер мына жақта кросс деп тұрады. Сол кроссты міндетті түрде изолированныйға қоясыздар. Изолированныйға қоясыздар. Қойғаннан кейін сіздер ортасындағы плечо, яғни X-ті сіздер 25X-қа қоясыздар. Бұрын біз 20X пен жасайтын, қазір 25X пен жасаймыз. Бұның жалпы әр кезде әрқалай ауысып тұру керек. Яғни биткоин ертең алдағы уақытта 130 мың, 140 мың, 150 мыңға баратын болса, мүмкін ол кезде 130X пен жасау керек болады. Бірақ қазіргі деңгейде 25X пен жасаған дұрыс. Егер де биткоин бағасы 60 мыңға түсіп кететін болса, онда 20X пен жасау керексіздер. Яғни солай өзгеріп отыру керек міндетті түрде. Яғни қазіргі таңда 90 мыңның айналасында жүр, сондықтан да 25X пен жасай береді екенсіздер. Жалпы осылай фьючерстің настройкасы деген осы. Сіздер фьючерс аккаунт аштыңыздар және де настройкасын турладыңыздар. Осымен келесі сабақтан бастап жалпы қалай ол жерге ақша құямыз және де қалай бастаймыз, сол жайлы сабақтарды өтетін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.